Ханзада, сен біздің қалай билегенімізді көрдің бе? Көп кешікпей тойымызда болатын сияқты. Рахмет саған, Жұлдыз! Білесің бе, Жұлдызға тілекті бүлдіршіндермен аңқау адамдар айтады деп ойлап жүрген едім. Мәссаған! Өзің тіпті қар гүліндей құлпырып кеттің ғой. Екеуміз кеше ғана ертегіге сенген кішкентай қыздар едік. Бүгін арманымыз орындалды. Сонымен іске кірісу керек. Жолым болса екен деп тіле. Навин Ханзада! Мақсатым бар, сонда келер қасыңа береке. Мақсатым бар. Жұлдызға тілегімді айтқаным қалай болар екен? Өтінем, менің тілегімді орындашы. Жетпеген осет. Қазір мен сені сүйет деп ойлап тұрсың ба? Сүйсең қарсы болмас ем. Кешіріңіз. Айтқа бұйырмаңыз, сізді қорықтайын деп ойлағам жоқпын. Мен тоқтаңыз, тоқтаңыз, доғарыңыз енді. Неткен мерген едіңіз, ханшайым. Жарайды, маймылды орнына қойыңыз, ханшайым. Жақындама маған, әйтпесе. Өтінем, қажет жоқ. Мінекей, өзімді таныстырып қояйын. Мен Ханзада Навин болам. Малтония Ханзадасы. Ханзада дейсің бе? Менің тілегім мүлде басқа еді ғой. Тоқта, егер сенің Ханзада екенің рас болса, онда Лотти мен билеп жүрген адам кім? Мен қайдан білейін. Жаңа ғана ән салып, билеп жүрген Ханзада едім. Енді міне бақаға айналып кеттім. Тоқта. Мен бұл ертегіні білем. Дифраджи Бруто. Құрбақ айтқан Ханзада ма? Иә. Апамның күтушілері осы ертегіні маған иқтарда оқып беретін. Иә. Таптым. Сіз мені сүйесіз. Не дейсің? Мен білем, сізге ұнайды. Навин Ханзаданы сүю қыз-келіншектердің арманы ғой. Қарай. Сүй мені. Ренжіме, сені қуана сүйерем, бірақ мен бақаны ешқашан сүйе алмаймын. Тоқта. Жаңа сыртта тұрғаны өзің сұрап едің ғой. Мен сенің жауап беретініңді білгем жоқ. Қайтсең де мені сүюің керек. Қараш, келбетті жігіт екенім өз алдыңда. Мен текті ауқатты әулеттен шыққам. Мені сүйсең, құралақан қалмайсың. Арманыңның орындалуына бір септігім тиер еді. Қалай?